Ильяс Жансүгіров балалар әдебиетінде де зор үлес қосқан қаламгер. Балаларға арнап жазған туындыларының қатары көп-ақ. Солардың бірі де бірегейі Шәркей әңгімесі жайлы естуіңіз бар ма? Шәутеннің Шәркейі, Шәркейдің дайындалуы, қазақ қолөнерінің орны. Міне, осы оқиғалар қарапайым халықтың тұрмыс-тіршілігін, нағыз еңбектің жемісін суреттейтін туындысы Шәркей әңгімесінде көрініс табады. Әңгіме 1929 жылы Қызылорда қаласында басылып шықты. Ильяс Жансүгіровтың бұл әңгімесі қазақ әдебиетіндегі шағын, бірақ мәні терең шығармалардың бірі болып саналады. Әңгімеде оқиғалар желісі былай өрбиді. Басты кейіпкер Шәутен, ақ қозысын жақсы көретін бала. Қозысын өзі көгендеп өзі ағытушы еді. Ағытып жатқанда қозысы Шәутеннің аяғын басып, шәркейін жыртып кетті. Ал Шәутен жыртылған шәркейіне жылап жіберді. Апасы Шәутенді жұбатпақ болып, жылама Шәутенім, осы қозының жүнін шәркей ғып беремін деді. Солай күндер өтіп, жылдар жылжып, ақ қозы үлкен марқа болды. Кішкене күніндегі әдемі ақ бұйра жүндері ұзын болып кетті. Шәутен де өсті. Киіп жүрген шәркейі аяғына кішкентай болып сыймай қалды. Апасы Шәутенге берген уәдесін орындамақ болып, марқаңды қырықтырып әкел, шәркейіңді дайындауға кірісейік деді. Әңгіме желісі еңбектің жемісі қандай болатынын оқырманға жеткізе білді. Барлық нәрсе нағыз еңбекпен келетінін ұқтырғысы келеді. Әңгімеде бала өзі куә болып байқаған әрбір құбылыс, іс-әрекеттің мәнін түсінгісі келеді. Ол іс-әрекеттердің себеп-салдарына терең үңіледі. Бүлдіршін бала әңгіме арқылы сабау, шеге тарту, бүліктеу, қарпу, кептіру, пісіру, пішу, жүн шетелеу, жіп иіру, сыру, ұлтару тәрізді қолданыстан шығып бара жатқан сөздердің мән-мағынасымен танысады. Шәркейін киюге асыққан Шәутеннің оқиға желісі қалай жалғасады? Апасы шәркейді аяқтап Шәутенге кигізе ме, жоқ па? Ауыр еңбекті мойындарына арқалаған апалары сәтті нәтижеге жете ме? Еңбек бәрін жеңбек деген қорытынды шығара ала ма? Деген сұрақтар қызықтырса, әңгімені толық оқуға кеңес беремін.